Станциясын жын перілер мекендей ме? Қиындап тұрды ғой бей. Былайынан қиындатшы, былайынан. Бірден ақылары. Көзің жұмсан болды, қарап тұрдың өзі. Ауылдарыңызда қазір қандай жағдай орын алып жатыр? Больницада баланың жылаған дауысы шығады. Бұл перзентхана емес пе? Перзентхана емес пе? Он біреулер пранк деді, қолдан істеп жатыр деп. Мен пранк деп ойламаймын оны. Неге? Өйткені ол жерде мәйітхананың алды мұсыр болған. Әйелдер аборт болатын болса, сол аборттың несін сол жерге төгу керек сайға. Бөлмеге кіріп, жандармен как положено диалогқа кіріп, сөйлеу керек. Ол біздің дауысты естиді. Сіз солай сөйлесе аласыз ба? Иә. Любой жанар заменін бірдеме сұрайды. Сол кезде замен не бересіздер? Замен ол сіздер бересіздер. Біздер шариғатта Сіздер деген кім ол? Мына кісілер медиумдар ғой енді бұлар. Адыраспан ғой. Оны не істейсіздер? Адыраспандаймыз. Сменіміз тыныш болсыншы, вызовымыз аз болсыншы деп. Күніге. Шыр-шыр еткен нәрестенің дауысы ауылымыздың үрейін ұшырды. Редакциямызға үздіксіз хабарласқан көрермендер Шардарадағы жан шошырлық жағдайдың сырын ашуға көмектесуімізді сұрайды. Олардың айтуынша медицина мамандары отырған ғимаратты жын пері мекендеп алған. Қайырлы кеш, Еуразия бірінші арнасында көреміз. Бөлмеден естіліп жатқан нәрестенің дауысы Шардара тұрғындарының ұйқысын бұзып, күлкісін қашырды. Сөздеріне сенсек, қорқынышты құбылыс бір айдан бері жалғасып келеді. Ең қызығы, ел жұртты шошытқан жағдай жақында ғана салынып біткен жедел жәрдем станциясында болып жатыр. Нәресте шыңғырып жылап ба? Көз алдымызда барды сияқты да, бірақ еш нәрсе көрінбейді. Сондай дыбыс шықты. Нәрестенің дауысы әлдебір тылсым күштің бір белгісі ғана іспетті. Әйтпесе тосын дауыс естіп қорыққандар мен ешкім жоқ жерден аяқ сыбдырын естіп үрейленгендер де бар. Ауыл тұрғындары сыртқы есіктің өзінен өзі ашылып жабылғанын көріп, зәр имандары қалмай үйлеріне қашқан көрінеді. Бұл істі қалай білді ме? Қиындап тұрды ғой бей. Былайынан қиындатшы, былайынан. Бірден ақылары. Расында, өзіміз бітейіп жабы. Қайдан жабы? Түсініксіз тылсым күштің кесірінен жұмысын тастап кеткендер де табылды. Станцияның іргесіндегі емхананың бұрынғы күзетшісі жанарымды жұмсам болды, көз алдыма ақ күрте киген қыз келетін дейді. Жоқ, сіз ұйықтағанда көріне ма? Жоқ, ұйықтамай сау. Ояу кезде. Көзің жұмсан болды, қарап тұрдың өзі. Ал қала тұрғындары айтқан пікірге қарағанда, мәйітхананың тап іргесіндегі бұл жерде бұрын қоқыс болған көрінеді. Ол жерде неге оның бәрін өтірікке шығарып жатқанын мен білмеймін. Бірақ действительно бұл мусорхананың орны, моргтың орнына мынау больница салуға бола ма, болмай ма деген сұрақ. Шардаралықтарды шошытқан не нәрсе? Жедел жәрдем станциясының қызметкерлері ғимаратты неге адыраспанмен аластап жүр? Жұртты шулатқан орталықта тілшілеріміз қандай зерттеу жасады? Көреміз. Мән-жаймен толығырақ танысу үшін студияға Шардара қаласының тұрғыны белсенді Замира Тағаеваны шақырамын.